Hi there. Бүгінгі сабақта маңызды тақырыптардың бірі to be етістігі туралы білетін боламыз. To be етістігі ағылшын тіліндегі ең маңызды сөздің бірі. Оның қолданылу ережесін білмей, қарапайым сөйлемдерді құрай алмаймыз. Сондықтан алдымен осы to be етістіктері туралы дұрыстап түсініп алған жөн. Қазақ тілінде мен оқушымын, ол үйде, сенің қарындаштарың үстелдің үстінде деп айтқан кезде ешқандай етістік қолданбай айта аламыз. Ал ағылшын тілінде мұндай сөйлемдерді to be етістігінсіз құрай алмаймыз. Мысалы, I am a pupil. She is at home. Your pencils are on the table. Мына сөйлемдерде am, is, are етістіктерін қоймасақ, сөйлем қате болады. To be етістігі қандай етістік? To be етістігі болу, болып табылу, орналасу деген мағынаны білдіреді. Ал be-дің алдында тұрған to сөзі барлық инфинитив етістіктердің алдында тұратын демеулік сөз. Мысалы, to run, to build, to sing, яғни не істеу деген сұраққа жауап беретін етістіктерде біз to сөзін алдына қоямыз. To be етістігі ерекше етістік. Себебі басқа етістіктерге қарағанда ол жіктеледі. Осы шақта, яғни present simple'да to be етістігінің 3 формасы бар. Am, is, are. Көрдіңіз ба? Be-ден ештеңе қалмай 3 түрлі сөзге жіктелді. Am, is, are. Енді қандай есімдіктермен қолданылады, соған назар аударайық. Яғни болымды сөйлемде. I am. He is. She is. It is. Қысқартып айтуға да болады. His, she's, its. Are етістігі қандай есімдіктермен қолданылады? We are. You are. They are. Қысқартып айтатын болсақ, we are, you are, they are. Енді to be етістігін қолданып, осы шақта сөйлем құрап көрейік. I'm tired. Мен шаршап тұрмын. My sister is 34. Менің әпкем 34-те. My sister, яғни ол, she. Сондықтан біз is етістігін қолданамыз. She is. My sister is. He is a doctor. Ол дәрігер. We are friends. Біз достармыз. His parents are in London. Оның ата-анасы Лондонда. His parents. Кімдер? Олар. Олар бізде they болады, яғни theyға are етістігін қолданамыз. His parents are in London. It's sunny today. Бүгін күн шуақты. To be етістігі көмекші сөздерсіз-ақ өздігінен болымсыз және сұраулы сөйлемдерді құрады. Болымсыз сөйлем жасау үшін not сөзін to be етістігінен кейін қоямыз. I am not. Қысқартып айтатын болсақ, I am not. He is not. She is not. It is not. Қысқартып айтатын болсақ, he is not. She is not. It's not. Немесе he isn't. She isn't. It isn't. We are not. You are not. They are not. We are not. You are not. They are not. We aren't. You aren't. They aren't деп қысқартуға да болады. Алдыңғы сөйлемдерді болымсызға айналдырып көрейік. I'm not tired. Мен шаршап тұрған жоқпын. My sister isn't 34. Менің әпкем 34-те емес. He isn't a doctor. Ол дәрігер емес. We aren't friends. Біз достар емеспіз. His parents aren't in London. Оның ата-анасы Лондонда емес.
It isn't sunny today. Бүгін күн шуақты емес. Ал сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлемді жасау үшін to be етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз, яғни бастауыштың алдына. Am I? Қысқаша жауап беретін болсақ, yes, I am. No, I'm not. Is he? Yes, he is. No, he isn't. Is she? Yes, she is. No, she isn't. Is it? Yes, it is. No, it isn't. Are we? Yes, we are. No, we aren't. Are you? Yes, you are. No, you aren't. Are they? Yes, they are. No, they aren't. Алдыңғы мысалдарды сұраулы сөйлемге айналдырып көрейік. Болымды сөйлем I am tired. Енді сұраулы сөйлемге айналдыру үшін біз am-ді I-дың алдына шығарамыз. Am I tired? Мен шаршап тұрмын ба? My sister is 34. Is-ді my sister-ның алдына шығарамыз. Is my sister 34? Менің әпкем 34-те ма? He is a doctor. Is he a doctor? Ол дәрігер ма? Қалған сөйлемдерде to be етістігін бастауыштың алдына шығарайық. Are we friends? Біз достармыз ба? Are his parents in London? Оның ата-анасы Лондонда ма? Is it sunny today? Бүгін күн шуақты ма? Мынаны ескерген жөн. To be етістігімен бірге етістік келсе қате болады. Мысалы, I am live in Kazakhstan деп айту қате. I am in Kazakhstan. Мен Қазақстандамын, немесе I live in Kazakhstan. Мен Қазақстанда тұрамын деп айтқан дұрыс. Бірақ екі сөйлемнің мағынасы бірдей емес. Яғни не істейді деген сұраққа жауап беретін іс-әрекетпен бірге to be етістігі қолданылмайды. Мысалға, I am live in Kazakhstan. Am мен live екеуі бірге келсе, ол қате болады. Present continuous passive voice сияқты шақтарда қолданылады, бірақ формалары өзгеріп қана қолданылады. To be етістіктерінің қандай есімдіктермен қолданылатынын білдік, енді қай кезде қолданылатынын қарастырайық. Бірінші жағдай, есіммен жасты айтқан кезде. I am Асел. I'm 25 years old. My name is Арман. Ұлтты қайдан екеніңді білдіру үшін. I'm Kazakh. I'm from Kazakhstan. Мамандықты, қызметті көрсеткенде. I'm a teacher. We are students. They are drivers. Тұрмыстық жағдайды, қызығушылықты білдіргенде. I'm married. He is single. They are interested in sport. Түр-түсті, қасиетті сипаттағанда. Your brother is clever. The dress is blue. This bag is heavy. They are famous. Не сезіп тұрғанды, эмоцияны білдіру үшін. I'm cold. Jane's hungry. Children are happy. We are afraid of dogs. Қайда екенін көрсету үшін. Your books are in my bag. I'm at school. He's in Ақтөбе. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер сабаққа қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше.